Қайырлы күн қыз-келіншектер. Бүгін мен сіздермен екі түрлі салмасы бар, өте жұмсақ болып шығатын пеште пісірілген пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бізге қажетті заттар: 1 стакан сүтімізді, 1 стакан жылы суымызды, үстіне 1 ас қасық тұзымызды, қантымызды, дрожжымызды салып, 2 ас қасық сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 6 стакан ұнымызды салып, қамырымыздың иі қанғанша жақсылап араластырып, илеп аламыз. Иленген қамырымыздың үстіне 2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, осылай бетіне жағып, бетін пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Орташа көлемдегі 4 картошкамызды осылай сыртынан тазартып, су құйып, үстіне тұзын салып, қайнатып пісіріп аламыз. Орташа көлемдегі капустамызды барлығын ұзынша қылып турап аламыз. Пісіп шыққан картошкамыздың үстіне қара бұршымызды салып, барлығын езіп аламыз. Қызып тұрған қазанымыздың үстіне 50 грамм сұйық майымызды құйып, үстіне туралған капусталарымызды салып, тұз бұрышын дәмін келтіріп, қосып қуырамыз. Қуырылған капусталарымыздың үстіне 1 ас қасық паприкамызды қосып, баяу отта бетін жауып қоямыз. Ашып шыққан қамырымызды кішкентай бөліктерге бөліп қоямыз. Қамырымыз өте жұмсақ және көтерілген үлпілдек қамыр болып шықты.
Барлық қамырларымызды осындай кішкентай бөліктерге бөліп қойып, бетін жауып, бірінші дөңгелектеген қамырымызды алып, пирожкиміздің салмасын салып бастаймыз. Барлық пирожкилеріміз дайын болған сәтте 5 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Кішкене көтерілу қажет. Мінекей біздің пирожкилеріміз дайын болған түрі. Енді бізде пісіруі ғана қалды. Үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, пешімізге жібереміз. Менде екі түрлі салмасы бар пирожкилер болғандықтан мен осылай белгі қойдым капустасы барына. Себебі менде балаларым капустасы барын ұнатпайды, картошкамен жақсы көреді. Сол себептен осындай белгілер қалдырсаңыздар болады. Көрінгенге де өте әдемі көрінеді. 180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Мінекей біздің ыстық пирожкилеріміз дайын болды. Өте жұмсақ болып пісті. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар. Соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Өз пікірлеріңізді білдіріп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Әр апта сайын түрлі рецепттермен бөлісіп отырам.